Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Бүгін мен сіздермен осындай әдемі, дәмді болып шығатын торттың рецептісімен бөліскім келеді. Өте нәзік болып шығатын жеміс жидектермен жасалынатын, яғни фруктовый тортымыз. Енді ол үшін біздің жұмыртқаның ақуызы мен сарысын бөліп аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек, миксердің басы да құрғақ болу керек. Ол ең маңызды нәрсе. Ақуыз соғар кезде жұмыртқаны осылай белогын осылай салып аламыз ыдысымызға және жайлап миксерлеп бастаймыз. Кішкене көпіргеннен кейін, яғни пивной пена дейтін пена болады, өзі кәдімгідей көпір бастаған кезде қантты жайлап себелеп салып отыратын боламыз. Міне 180 грамм қантты алып, осылай себелеп отырып миксерлеуді тоқтатпаймыз. Қантымызды жайлап бөліп салғаннан кейін, осы меренгіміз қоп-қою массаға айналғанға дейін соға береміз. Міне қою масса болды меренгіміз. Енді осыған қазір ары қарай жаңа қалған бөліп алған сары уызымызды үстіп араластырып аламыз да, құйып, соны басып алмай астынан үстіне қарай осылай араластыратын боламыз жаймен. Және одан кейін құрғақ ингредиенттерімізді саламыз, яғни ұн 150 грамм және де жүгері крахмалы 45 грамм жүгері крахмалын салып әбден араластырамыз. Басылып кетпеу керек. Сондықтан астынан үстіне қарай алып отырып араластырасыздар. Сол кезде басылмайды. Және осы шыққан массамыздан осындай 23 диаметрмен 2 формаға бөліп аламыз. 6-7 ас қашықтай салып алыңыздар бірінші. Және соны тегістеп жаямыз. Екінші дөңгелегімізде осылай жасаймыз. Және қалған дарын осылай палочкалар жасайтын боламыз. Торттың жан-жағына тұрғызатын палочкаларымызды жасаймыз. Оларды енді өте ұзын қылып қажет жоқ. Шамамен осындай көлемде арасын сәл ашықтау қылып осылай құйып шығасыздар. Міне біздің палочкаларымызды бәрін салдық. Жаңағы 2 дөңгелегіміз бар. Осының бәрін 170 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Менің жаңа тортым пісіп шықты. Осылай мен шетін тегістеп кесіп аламын. 23 диаметрмен келтіріп алдым. Және менде қазір пропиткаға керек болады. Сгущенкаға сүтті құйып араластырып дайындап қоямын. Кез келген сгущенка бара береді. Және де мынау біздің жаңа шыққан таяқшаларымыздың бір шетін осылай тегістеп кесіп алып, және қалған таяқшаларды осы көлемге келтіріп бірдей қылып тегістеп аламыз. Енді мен мына жерде кремді дайындаймын. Жаңа 550 грамм сливки, 30 грамм қант және 70 грамм сгущенка алдым. Бұл кремді жасамас бұрын сливки мен сгущенканы бір 15-20 минутқа морозильникке, яғни мұздатқышқа қойып алыңыздар. Сап-салқын болғанда бұл тезірек қойылатын болады. Жақсы қойылатын болады. Және міне осылай әбден қойылғанша кремімізді қою масса айналғанша соғып аламыз. Енді қазір тортымызды жинаймыз. Тортымыздың осылай бірінші дөңгелегін алып, үстіне жаңа кольцаны кигіземіз. Кольца міндетті түрде керек болады тортты жинауға. Арасын жаңағы дөңгелек пен кольцаның арасында ашық орын болу керек. Сол орындарға біз қазір осы таяқшаларды үстіп тұрғызып тығып шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қылып таяқшаларды айналдырып қойып шығамыз. Міне осылай таяқшаларды салып шыққаннан кейін міндетті түрде пропитка жасаймыз. Жаңа дайындап қойған сгущенкамыз бен сүтімізге осылай пропитка жасап айналдырып жағып шыққаннан кейін 1-2 минутқа қалдырасыздар. Мына пропитка жайлап сіңеді. Енді сол кішкене 1-2 минуттан кейін ғана кремді, бір 300 граммдай кремді салып аласыздар. Яғни кремді жалпысында өлшеп алып, теңде 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Где-то 300-350 граммдай сөйтіп салып алдым. Және де ішіне өздеріңіз қалаған кез келген
осылай жемістерді саласыздар. Мен банан, жаңа киви, клубника салдым, және ол салған жемістеріңізді міндетті түрде кремнің ішіне қарай кішкене тығынқырап етіп қоясыздар. Үстін тегістеп жауып жібересіздер креммен. Себебі банан қарайып кетеді. Ашық ауада болса, кремнің ішінде банан көп ондай қараймайды. Міне енді осылай неткеннен кейін екінші дөңгелегімізді қойдым бетіне. Бұны да пропитка жасайтын боламын осылай. Міне осылай пропитка жасап алдым, және де қалған кремімді мен 1-2 минут сәл күтсеңіздер, осы пропитка сіңе бастайды. Міне осындай насадкаге, кез келген өздеріңізде бар насадкамен жасай берсеңіздер болады. Мен өзіме қолыма түскен насадкамен осылай кремдерді осылай ыңғайлап мол-молынан салып шықтым. Кремдеріңіз молынан жетеді, екіге бөлгенде де. Міне қалған кремдерді арасында ашық тұрған жерлерінің бәріне толтырып салып тастайсыздар. Енді бұның бетін қазір жемістермен әсемдейміз. Енді бетіне банан сала алмайсыздар, себебі банан қарайып кетеді. Сондықтан клубника, киви, малина, голубика болса, солармен әсемдей беруге болады. Осылай әдемілеп қойып шығасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен сосын мынандай дәм өте тәтті киви болды, осындай сары түсті. Соны қойып жібердім. Енді бұны жаңа сыртында кольцосын алып, осылай қызыл лентамен, қызыл кез келген өздеріңізге ұнаған лентамен осылай байлап қоясыздар. Сонда міне қараңыздар, подаркеге беруге, заказға жасауға өте керемет, әдемі шығатын осындай дәмді торт болады. Бұны мұздатқышқа салып қойып жесеңіздер, кәдімгі мороженое сияқты керемет тәтті торт болады. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер.